Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздермен шоколадты пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепттардың барлығы сенімді, қаншама тексерістен өткен пирогтар, себебі мен бұларды түрлі фудблогерлардың мастер-класстарынан сатып алған болатынмын. Осы рецепттарды өзім видеоға түсіріп, сіздерге тегін ұсынып отырмын. Рахмет ретінде лайк басып, комментарий қалдырып, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен тестосын дайындап аламыз. Ол үшін ұнға какао және майды қосып, жақсылап үгітіп шығамыз. Одан кейін қант, көпсұтқыш, жұмыртқа, сметана қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды жарты сағатқа холодильникке қалдырамыз. Ары қарай шоколадты салмамызды дайындаймыз. Мына жерде творогтың кішкене срогі өтіп кеткен, сол себепті сарғыш болып тұр. Салмасына творог, творожный сыр, сахарная пудра, сметана, сливки және шоколад қосып араластырамыз. Молочный шоколад немесе Қазақстан шоколадын қоссаңыздар өте дәмді болады. Менде қолымда осы Орео шоколады болды, соны қосып жібере салдым. Барлығын жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып, үстіне жұмыртқа қосып, тағы да араластырамыз. Холодильникте тұрған тестомызды алып, осылай бір келкі етіп жайып шығамыз. Асты көтеріліп кетпес үшін осылай вилкамен тесіп шығамыз кішкене. Одан кейін салмамызды бір келкі етіп құйып шығамыз. «180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Пештен шыққан пирогты тағы да 1 сағат суытуға қалдырамыз. Бірден кесіп тастайтын болсаңыз, начинкасы былқылдап піспей қалғандай болып тұрады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін.